Сәлем достар, бүгін мен сіздермен өте дәмді және де өте нәзік болып шығатын булочкалардың рецептісімен бөлісемін. Ыдысымызға жылы сүт, жылы су қосамыз. 1 қасық дрожж және де 70 грамм қантымызды қосып араластырамыз. Содан соң жарты қасық тұз қосамыз, тағы да жақсылап араластырамыз. Және де бетін жауып 15 минутқа қойып қоямыз. 15 минут өткеннен кейін бір жұмыртқамызды саламыз, араластырамыз. Содан соң ұн салып, жұмсақ қамыр илейміз. Содан соң қамырымызға сұйық май салуды ұмытпаймыз. Міне бізде дәл осындай жұмсақ қамыр шыққаннан соң бетін жауып, жылы жерге 1,5 сағатқа қоямыз. 1,5 сағат өткеннен кейін осы қамырымызды осылай бөліктерге бөлеміз. Менде 18 бөлік шықты. Осылай бөліктерімізді дөңгелетіп